Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге кез келген адамның заңды некеде бар немесе жоқ екенін қалай тексеруге болатындығын көрсеткім келеді. Бұрын мұндай доступ Каспи приложениесінде бар болатын, бірақ оны кейін алып тастады. Ал қазір сіздерге мен ең оңай жолын көрсетемін. Ол үшін сіздерге eCouf Mobile деген приложение, яғни қосымшаны жүктеп алу керек. Қазір бұл қосымшаны ашамыз. Астың жанында сізде услуги деп тұр, соны таңдайсыздар. Услуги таңдағаннан кейін сіздерде рождение, брак и смерть деген функция тұр, соны таңдайсыздар. Келесі, сіздер астына қарай түсіресіздер. Сіздерде регистрация заключение брака деп тұр, соны таңдайсыздар. Енді сізге бұларды толтырудың қажеті жоқ. Ең қызығы мына жерде ин будущего супруга немесе будущие супруги деп тұр. Сол жерде выбрать дегенді таңдайсыздар. Мысалы, мен мына жерге кез келген бойдақ танысымның иін жазайын. Найти дегенді бассам, астында аты мен инициалы шығып тұрады. Яғни бұл адам үйленбеген әзірше. Ал енді мен кез келген үйленген адамның иін жазсам мына жерге, мысалы, найти дегенді бассам, міне, по данному иін имеется брак деп шығады. Осылай біз оп-оңай тәсілмен кез келген адамның үйленгенін немесе үйленбегенін біле аламыз. Сонымен сіз осылай жай ғана иін теру арқылы ғана заңды некенің бар немесе жоқ екенін біле аласыз. Кім қандай мақсатта тексергісі келеді, ол әрине әркімнің өз еркі. Ал егер менің жасаған видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің Instagram және YouTube каналыма тіркеліңіздер.